Асхана әлеміне қош келдіңіз, қадірлі көрермен. Міне, күнтізбе бойынша да жаңа жылымыз жақындап қалды. Бәріңізді келе жатқан жаңа жыл мейрамымен құттықтаймын. Білесіздер, бәріңіздер менің немерелерім менің жасаған тағамдарымды сүйіп жейді. Соның бірі беляши. Міне, союз кезінде осылай дайындайтын еді. Енді әрине сатуға бұдан үлкенірек қылып жасайды. Мен үйде жегенге лайықтап, осындай әдемі, аккуратный, кішірек етіп жасадым. Әрқайсысы 80 граммнан болды қамыры. Мен дайындаған нормадан міне 14 дана шықты. Өткенде самсада 14 дана шыққан. Дайындалуы өте оңай және тез. Ашыған қамырдан болса да, бір жасасаңыз жасай бергіңіз келеді, себебі бұның дәмі ерекше. Беляши жасау әркімнің қолынан келе бермейді, бірақ осы әдіспен жасасаңыз тез үйреніп аласыз, жиі жасайтын боласыз. Ал міне, мен дайындап қойдым керек заттарды. Мына жерде 600 грамм ұн, 150 миллилитр сүт, жылы сүтті жылытып қойдым. 250 миллилитрдей су, жылы су. 1-1,5 қасық тұз, 3-4 қасық қант және 1 шай қасық тола кептірілген дрожжи, кептірілген ашытқы. Ортамызды босатамыз да, теңдеу ыдысымызды ортаға қоямыз. Алдымен жылы сүтімізді құямыз. Қант саламыз. Қант 4 шай қасық. Араластырып қоямыз. Қантты кішкене ертіп жібереміз. Сосын жаңағы ашытқымызды саламыз. Оның да ыдыстың ішіне түскенін толықтай салып жібереміз. Қасықты толтырып алғам. Шамалы араластырып жібереміз да, ашытқымыздың активный екенін білу үшін 1-2 минут күтеміз. Міне біздің дрожжымыз көтерілгені көрініп тұр. Дрожжымыз жұмыс істей бастады. Енді ары қарай жалғастырамыз. Енді мына тұзымызды салып жібереміз. Тұзымызды түгел салып жібереміз. Себебі 1 қасық толтырып, 1 шай қасық мен салдым. Мен жаңа айтуды ұмытып кетіппін. Осы жерде мынандай үлкен ас қасықпен 4 ас қасық сұйық май құямыз. Үш, 4. Мына жерде суымыз дайын тұр, жылы. Оны да құйып жібереміз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Тұзды да ертуіміз керек. Міне, ішіндегі еритін заттары еріді. Енді жайлап ұнымызды саламыз. Алдымен осы қалақшамызбен қозғап илеп бастаймыз. Бұл жерде ұнды көп салуға болмайды. Себебі ұнды бірден көп салсақ, қамырымыз қаттылау болып қалады. Ал дайындап атқан асымызға ол қажет емес. Бізге мүмкіндігінше жұмсақ қамырға қажет. Қалғанын саламыз. 2-3 бөліп ерінбей осылай қамырды илеп аламыз. Қалған ұнымызды түгел салып жібереміз. Енді ары қарай қолмен жалғастырамыз. Қамырымыз осылай қолға жабысатындай болып иленеді. Енді өздеріңіздің көңілдеріңіз толмаса шамалы ұн қосуға болады. Мен осы қолға жабысқаны шамалы азайсын деп, өстіп шамалап себелеп отырып, қамырды июін қандырамын. Аздап себеміз, көп себуге болмайды. Осылай қолдан оңай қамыр түсе бастағанда
ары қарай ұн қоспай илеуге тырысамыз. Мынандай ыдысқа май құйып аламыз да, осылай қолымызды майлап отырып илейміз. Столымыздың үстін кішкене майлап жібереміз. Сөйтіп, жаңа қамырымызды столдың үстінде шамалы жақсылап үйін қандырып жібереміз. Жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын, осындай икемге жақсы келетін қамыр иленді. Илеген сайын қамырымыздың түрі әдем болып жатыр. Мына ыдысымыздың ішін шамалы майлап жібереміз. Жаңа қамыр илеген ыдысымыз түбін осылай майлаймыз да. Қамырымызды салып 40-50 минутқа бетін жауып қоямыз. Біз оның салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге міне 250-300 грамм фарш, осындай 4 дана пияз керек. Бұл жерде салмағы бойынша сондай 350-400 граммдай болады. Пияз көп деп ойламаңыз. Бұл мыжылған кезде бұл пиязымыз азайып кетеді, және пияз неғұрлым мол болған сайын салмамыздың дәмі жақсы болады. Мына жерде 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық толмаған қара бұрыш. Және басқа да дәмдеуіштер өздеріңіз сүйікті қосам десеңіздер болады, бірақ мен осы тұз және қара бұрыш қана қосып істеймін салмасын. Алдымен пиязды турап аламыз, ұсақтап. Пиязымызды мүмкіндігінше ұсақты етіп тураймыз. Енді бұл жерде кейбір осындай үйдегі хозяйкалар, үйдегі кухнядағы қыз-келіншектер пиязды майға қуырып жатады. Олай да болады, олай да дәмі жақсы болады. Бірақ мен осындай пиязды турап, шикі күйінде езіп салғанды жақсы көремін. Салмасына оның дәмі ерекше болады. Бұл пиязды турап фаршымызбен араластырғаннан кейін ол біраз уақыт тұрады. Себебі біздің қамырымыз әлі де көтеріліп үлгермейді біз дайындап болғанда. Сол уақытта, сол қамырымыз көтеріліп, біз оны бөліп дайындайым дегенше, бұл пияз да жақсы маринадталып, фаршпен бірге дәмі бір-біріне сіңіп, әдемі дәмді салма болып тұрады. Міне пиязымызды турап алдық. Кеңедегі ыдысымызға салып аламыз. Дайындап қойған тұзымыз бар, 1 шай қасық. Осыны пияздың бетіне саламыз. Және қолымызбен жақсылап мыжып араластырып аламыз. Пияздың сөлі шығу керек. Пиязды осылай мыжығанда, пияз ашылау болса кішкене көзді аштады, енді бірақ дайын болған асымыз оның бәрін ақтайды. Дәмді болады тамағымыз деген әңгіме ғой. Міне, қара бұрышты да салып жібереміз. Және етімізді саламыз. Бәрін жақсылап араластырып қоямыз. Бір қарағанда пияз өте көп сияқты, бірақ қазір араласқанда байқайсыздар, тепе-теңдік болады. Дайын болған салмамызды тоңазытқышқа сала тұрамыз. Қамырымыз көтерілді. Міне 2 есе көтерілді қамырымыз. Енді столымыздың бетін кішкене майлап жібереміз. Сөйтіп қамырымызды столдың бетіне түсіреміз.
2 бөлікке бөліп аламыз да, бірдей қылып осындай домалақ шариктерге бөлеміз. Міне бәрін домалақтап алдым. Жобамен бір 80-82 граммнан осындай 14 дана шықты. Енді қазір бір 1-2 минут шамалы күтеміз. Содан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Міне салмамды да 14 бөлікке бөліп аламын. Қолымызды шамалы майлап аламыз. Сөйтеміз де қамырымызды былай басқа бетін аударып шығамыз. Міне осылай қойып аламыз. Былай жаямыз қолмен. Енді қолмен жайғыңыз келмесе, кішкентай оқтауыңыз болса, сол кішкентай оқтаумен жайға болады. Және былай шетінен бастап алып, мынаны кішкене басамыз, домалақтарды. Және былай жинап, осылай жинап шығамыз. Шетін ортасына қарай бір-біріне жабыстырып, жақсылап, сосын былай қойып кішкене басын қырап қоямыз. Болмаса былай қолға аламыз да, осылай айналдыра жабыстырып шығамыз, түйіп шығамыз. Міне 14 данамды дайындап алдық. Енді табамызды отқа қойып, газға қойып, майымызды құйып қыздыра бастаймыз. Табамызға майымызды құямыз. Майды аз құймаймыз. Кішкене дайындайтын белашелеріміз кішкене қалқып жүргені керек. Сондықтан бір кемінде жарты литр, мүмкін болса одан да молырақ құямыз. Әйтпесе күйетін болады. Арасы піспей қалатын болады белашеміз. Осы майдың қызғанын күтеміз. Мынау бүккен беті, осы бүккен бетін былай төңкеріп майға салатын боламыз. Міне мынау бүккен жағы былай. Қуырылып болып қалды. Осылай майын сорғытып, қағаз салфетканың үстіне аламыз. Міне белашелеріміз дайын болды. Қане біреуін көрейік. Міне біреуін. Қалай болды екен? Қамыр жақсы көтерілген, ішіндегі салмасы жақсы піскен. Міне. Осылай пісіріп жеп тұрыңыздар.
Керемет. Салмасы мол ішінде. Ас болсын.